Саламатсыздар ма, барша қазақ елі? Я осы 2-3 күннен бері барша қазақ біліп жатыр. Қытайдан 2 қазақ жігіттің бас сауғалап, жан сауғалап, осы елден пана тілеп, қалың елден араша сұрап жатқаны баршаңызға белгілі. Қытай қысымы 3 жыл 4 жылдан бері бүкіл әлемге Серікжан Біләшұлы арқылы және сол Серікжан Біләшұлының артынан ерген жігіт қыздар арқылы әлемге танылып, Қазақстандағы кісілер де оны біліп, ешкім бейхабар емес. Сол қысымнан жылаған, еңіреген адамдардың хал жағдайын осы халық біліп отыр, қазақ біліп отыр. Сол енді сол қысымның, сол зардаптың, сол геноцидтің қорлығын көріп қашып келген мына 2 бауырымыз кешеден бері сұхбат беріп, желінде жарып жатыр. Оны да естіп отырсыздар, ағайын. Міне Қытайдың қылығы осы, барлығымыз көріп отырмыз. Есі дұрыс қазақ тақымын қысып, көмекші болып, ізгі ниеттерін білдіріп жатыр. Әрине барша қазақтың жаны ашымайды деп ойламаймын. Жүрегінде иманы бар қазақтардың бәрі де осы әділетсіздікке өз іштей жүректері қанжылап отыр. Енді міне мына 2 бауырымыз кеше қатты сұхбат бергенде бәріміз де көзімізге еріксіз жас алдық. Қандай қорлық, ұрып соққан, қинаған, жазықсыздан түрмеге жапқан, балаша сол жердегі үлкен адам, кемпір, шал қиналып жатқан. Соның бәрін көз алдыңа елестесең, тіпті қандай қиын жағдай деп ойлайсың. Тарихта ондай қорлау болмаған шығар. Соғыста соғысты ғой. Талай тарихта ата-бабаларымыз соғысып өткен. Жаулар жаумын деп келіп қырып кетсе, не өкініш енді, жер үшін, ел үшін өлдік деп чайқасқан бабаларымыз. Мына сияқты қолында сынық темір жоқ адамды қинап, намысын қорлап жатқан осындай бір жағдайда қазақ тарихында бірінші немесе екінші рет өткізіп отырған шығар. Екінші рет өткізді дейтінім, орыста кезінде осындай геноцидтік жасамаған деп айта алмаймыз. Енді міне қасымыздағы көршілерге ешкімді өш қылайын деп отырған жоқпын. Тарих міне осылай. Біздің қазақтың еңсесі осылай түсті. Бір ғасырдан асты. Қорлық көріп отырмыз. Енді қазақ бірігейік, жиналайық. Ешкімді соғысқа шақырып отырған жоқпын. Бірігіп әділетсіздікке информацияменен өзіміздің қазіргі дамымаған заманда мына өзіміздің неше түрлі құқығымызды білдіру, ойымызды білдіру сипатыменен бауырымызға, 2 бауырымызға көмектесейік. Кеше Сайрагүлге әрине халықтың арқасыменен жанын арашалап алып, шетелге жібердік, елімізге тұрақтата алмасақ та. Кеше Серікжанның пәлеге ұшырағанда әрине Қытайдың қысымымен біздің елде қамалды. Оны да халықтың арқасында Теміртордан алып қалдық. Енді мына қытайшылар бәле болды ғой, бірінен кейін бірі деп жататын кісілер де бар шығар. Енді пендеміз ғой. Десе де бүгінгі біздің басымызға туған күн, бүгінгі Қытайдан келген оралманның басына туған күн, ертең бүкіл қазақтың басына туайын деп тұр. Бүкіл түркі халықтардың басына, бүкіл әлемнің басына туайын деп тұр. Бұлар осындай қитұрқы қылықтарымен әлемді жаулайын деген ой бар. Олар жаулай алмайтын шығар, жаулай да алмайды, бірақ қазір біріксек қана жер бетіне жойылмай, өзіміз бұрынғы ата-бабаларымыздың жерінде адам құсап өмір кешуімізге қазіргі біздің бүгінгі таңдағы бірігуіміз қалды. Мынау 2 баланың естіп отырсыздар, 2 баланың аты да қазаққа бірдеңені ұғындырғандай екен, ойланған қазаққа. Бұл баланың бірінің аты мұрагер екен. Ойлаңыздар ағайын, артымыздағы мұрагеріміз, артымызда қалатын ұрпағымыз емес пе? Міне қазаққа нені түсіндіріп тұр? Мына артыңа қалатын мұраны қастерлеп, енді бір баланың аты Қастер екен. Қастерлеп, қадірлеп, бауырларыңызға тартпасаңыздар, келесі күндеріңіз не болады ағайын дегенді Алла бізге ескертіп жібергені сияқты. Қара,